Сәлем достар. Бұл доллар кезет арнасы. Доллар кезет арнасы жалпы халқымыздың қаржылық сауатын ашу мақсатында өз қаржысын орынды басқаруға кіттей де болсын үлесімді қосқым келеді. Сол себепті сіздерге пайдалы ақпараттарды айтқым келіп отыр. Олай болса кеттік достар. Бүгінгі тақырып депозит жайында болмақ. Депозит дегеніміз не? Мен сіздерге ұғынықты болу үшін қарапайым тілмен айтқым келіп отыр. Депозит бұл салым, яғни банкке апарып салып қоятын сіздің қаражатыңыз. Банк өз тарапында бұл ақшамен түрлі қаржы операцияларын жүргізеді және осы іс барысында түскен кірісті пайыз түрінде сіздің ақшаңызға қосып отырады. Яғни депозиттегі ақша құр жатпайды, көбейіп отырады. Мұндай пайыз мөлшерлемесін ұлттық банк анықтайды. Банкті таңдағанда сізге нені ескеру керек? Қаржыңызды салмас бұрын банк жайлы хабарыңыз болу керек. Ол банктың лицензиясы бар ма? Қазақстандағы депозиттерге кепілдік беру қоры құрамында болуы, болмауы соны сізге анықтау қажет. Сіз оны Кассе-Кезет сайтынан қарай аласыз. Салған ақшаңызға банк банкрот болып қалса да, мемлекет кепілдік береді. Сондықтан лицензиясы бар банкты таңдап, еш қорықпай қазірден бастап ақшаңызды жинауға кірісіңіз. Елімізде кепілдік берілген максималды сома теңгемен 20 миллион теңге. Басқа валютада депозиттерге 5 миллион теңгеге дейін салуыңызға болады. Қолымызда қомақты қаржы болса, екі банкке бөліп салып қойған тиімді болмақ. Депозиттердің пайыздық мөлшерлемесіне қарап, банктың сайтынан депозиттердің шартымен танысыңыз. Біздің елдегі екінші деңгейлі банктердің көбінесе сыйақы мөлшерлемесі 9%. Оны қалай есептейміз? Ұлттық банк көрсеткен 9%-ды 12 айға бөліп, шыққан соманы, яғни бізде 0,75% шығып отыр, сол шыққан соманы ақшамызға көбейтеміз. Сол ақшамызға көбейткен кезде айына қанша табатынымыз шығып отырады. Мысалға, сіздерге түсінікті болу үшін есептеп көрсетейін. Сіз шотыңызға миллион теңге салдыңыз делік. Кестеде көрсетіп отырғандай, бірінші айда 7500 теңге пайда табасыз. Екінші айда 7556 теңге болса, үшінші айда 7613 теңге. Міне достар, көріп отырғандарыңыздай ақшаңыз жайлап өсіп келе жатыр. Сөйтіп, бірінші жылда сіз миллион теңгеден таза пайда 93808 теңге пайда көресіз. Бұл аз ба, әлде көп пе? Комментарияға жазып кетіңіздер. Достар, бүгінгі депозит жайлы тақырыбымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді олай болса, ақшаларыңызды қазірден бастап жинап, активке салатын кез келді достар. Әр қазақ бай бақуатты болсын. Видео ұнаса каналға тіркеліп, қолдау көрсетіңіздер.